бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшенің бірі. Әсіресе әйелдер қауымы үшін маңыздылығы өте зор. Себебі әйел адамның денсаулығы, сұлулығы мен сымбаттылығының басты кепілі болып табылады. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы, оның әлсіздігі әйел ағзасындағы түрлі дерттерден хабар береді. Осыған байланысты аурудың алдын алуға мүмкіншілік те көптеп туады. Олай болса, осы видеода бүйректің қызметі туралы айтатын боламыз. Бүйрек ауруының басты 6 қандай белгісі бар? Бүйрек әлсіздігінен бет, аяқ, қол, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен, оның жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығулар көптеп жасау. Екінші белгілерінің бірі әйелдің тез тоңу себебі бүйрек әлсіздігінен болады. Мұндай құбылысты жеңу үшін тамақтану рационын қадағалап, қой еті, сиыр еті, ащы бұрыш, пияз, зімбір секілді азықтарды көбірек пайдаланған жөн. Үшінші кезекте бүйрек әлсіздігі әйелдің жыныстық қарым-қатынасқа қызығушылығын төмендетіп, себепсіз ашуланып, климакстың тым ерте басталып кетуіне әсер етеді. Сонымен қатар бүйрегі әлсіз адамдар тез қартаяды. Ал мұның алдын алу үшін түрлі емдік шараларды пайдаланып, жеңіл жаттығу түрлерін жасап жүрген дұрыс болады. Төртінші кезекте бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы, ойдың үнемі бөлініп кетуі де бүйрек әлсіздігімен болады. Ағзадағы мұндай өзгерістерді жеңу үшін қаздың етін, саңырауқұлақ жүзімді үнемі пайдаланып тұруымыз қажет. Бесінші кезекте бүйрек әлсіздігінен әйелдердің ішкі секреция жүйесі әлсіреп, бүйрек үсті безінен адреналин бөлінуі азайып, денедегі зат алмасу процесі бұзылады. Ол артық май жиналуына себеп болады. Оған қарсы тұру үшін алақанды бір-біріне ысқылап, жылы күйінде бүйрекке басу. Мұны күніне бірнеше рет қайталанған жөн. Сонымен қоса қаз, қоян, балық еті секілді азықтарды көп тұтынған дұрыс. Алтыншы кезекте бүйрек әлсіздігінен қан қысымы артады. Мұндай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып дәрігерге көрініп, емдік шаралар қолданбаса, бүйрек істен шығып, өмірге қауіп төнуі мүмкін. Көбіміз ісу, бас ауыру мен шаршаудың өзі дәрігерге көрінуінің алғашқы белгілері екеніне біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілік тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Зәрдегі көбік. Зәр қатты қыстап, дәрет сындырғанда көбіктің пайда болуы қалыпты жағдай. Ал оған қосымша аурулардың қосылуы алаңдауыңызға жақсы себеп бола алады. Дәрігерлер көбіктің зәрдегі ақуыз бен токсиннің болмағанынан хабар беретінін айтады. Бұл бүйректің дұрыс жұмыс жасамауынан, әртүрлі қосындылар мен қан құрамын сүзгіден өткізудегі бұзылыстардан пайда болады дейді. Бел ауруы. Ауырсыну сезімі арқада пайда болады. Қабырға астында, омыртқа жотасының оң және сол жақ бөлігіне беріледі. Ол кейде ішкі және жыныс жолдарына дейін жетіп жатады. Бұл аурудың омыртқамен байланыстырып, шатасатындар да кездеседі. Олай қателесуге болмайды. Ауруды одан әрмен асқындырып алмас үшін кәсіби көмекке міндетті түрде жүгіну керек. Созылмалы шаршау мен әлсіздік. Бүйрек эритроциттерінің құрылуын бақылайтын эритропоетин гормонын өндіреді. Оның аздығы анемия, әлсіздік пен шаршауға алып келеді. Бұл бүйректегі тексеруден өткізуге алғашқы себеп табылады. Бастың ауруы немесе айналуы бүйрек жұмысының бұзылысынан ағзаға жиналып қалған токсиндер мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатып, бастың ауруы мен айналуына себеп болады. Оған дейін жеңіл атқарып жүрген жұмыстарыңыз қиынға соғып, көп күшті талап етпек. Бүйрек жұмысының нашарлауынан анемия, басқа да асқыну процестері жүреді. Егер бұл симптомдарды жиі бақылаған болсаңыз, міндетті түрде тексеруге жүгінгеніңіз абзал болады. Олай болса, бүйрегіміз дұрыс жұмыс жасау үшін не істеу керек? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Дұрыс тамақтану. Адам ағзасындағы сүзгісі сіздің дұрыс тамақтанғаныңызға тікелей байланысты. Сондықтан рационыңыздан қақталған, тұщы, қуырылған тағамдарды алып тастап, сәбіз, алма, тәтті бұрыш, асқабақ, шпинат және басқа да көкөністерді көбірек енгізгеніңіз абзал.
Екінші кезекте таза су ішу. Күн сайын 1,5-2 литр су ішуге тырысыңыз. Ол бүйректің зиянды токсиндерін тезірек шығаруына көмегін тигізбек. Алайда суды бірден көп мөлшерде ішпеу керек және түнгі уақытта аз қабылдауға тырысқаныңыз жөн. Үшінші кезекте балдыр көк жеу немесе қарбыздың қабығынан сусын әзірлеу. Бүйректі тазалауда балдыр көктің пайдасы шаш етектен, оның шырынын бүйрек аурулар кезінде ішуге кеңес беріледі. Ал ісік пен бүйректегі тасқа қарбыздан жасалған сусынның көмегі көп болмақ. Ол үшін пеште қарбыздың қабығын кептіріп алып ұсақтап жібереміз де 5 минут суға қайнатамыз. Суыған соң күніне 2-4 рет қабылдай беруге болады. Төртінші кезекте міндетті түрде емделу қажет. Бүйректе дерті бар жандарға арнайы емдік шараларын қолданған дұрыс. Мәселен, судан раушан негізінде жасалған препараттардың цистит кезінде шипасы көп болмақ. Бұл өсімдік иммунитет түскенде бактериялармен күресуге ықпал етеді және суық тигенде ауру тудыратын микробтардың пайда болуын алдын алып таралуына жол бермейді. Олай болса, денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен ем жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық айналса, денсаулығымызды сақтап жүрейік.